Достар, осы видео бастамай тұрып, мен сіздерге рахмет дейін деген. Өйткені менің каналымда уже 400-ден астам подписчик бар. Соған енді рахмет. Және достар, уже 500 подписчикқа кішкене қалды, сондықтан да қайтадан тез-тез жазылып кетейік. Ал енді достар, осы видео басталатын болады. Бәріне сәлем, менің атым Виталик, мен 16 жастамын. Мен жарылған ұшақта болғанмын. Барлығы дұрыстап басынан бастап айтайын. Мен Мәскеуден, маған сол қала қатты ұнайды. Менде ата-анам бар, біз жай отбасымыз. Бірақ та менің әкем ұшқыш болып жұмыс істейді. Ол күнде жұмыста болады, әртүрлі жерлерде болған. Содан кейін мен ұшақтарды жақсы көретінмін. Әкем сияқты болғым келген. Анам кіші кезімде ойыншық ұшақтарды көп алатын. Мен солармен көп ойнайтынмын. Маған компьютер алған. Сол компьютерде ұшақ туралы көп ойын ойнайтынмын. Мен компьютерде ұшақ туралы ойынды көп ойнайтынын көріп, маған сыйлық жасайын деді. Өйткені мен 16 жасқа толуыма кішкене қалған. Мен өмірімде ешқашанда ұшақта отырып көрмедім. Менің әкем келді де маған айтты: "Енді сен ұшаққа отыруың керек" деп. "Келесі рейсте менімен бірге ұшасың" деген. Мен қатты қуандым. Сол күн келді де мен әкеммен бірге киімдерді жинадым да біз әуежайға кеттік. Мен әкеммен бірге кабинасына кіре алмайтынмын. Сондықтан мені эконом класстағы бос жерге отырғызған. Маған ұшақта отырғаны керек болған. Мен ұшақ ұшқанына қатты қуанғанмын. Бірақ та оның барлығы жақсы болмады. Өйткені ұшақта ары-бері лақтыру бастаған. Мен ойладым, турбуленттік жерге түстік деп. Мен түсіну бастағанмын, барлығы дұрыс емес деп. Өйткені стюардессалар шошу бастаған. Содан кейін бір турбинадан түтін шығу бастаған. Содан кейін ол жарылып кетті. Барлығы шошу бастаған. Мен де қатты шошыдым. Мен әкем үшін және де өзім үшін қорқу бастағанмын. Мен әкеме жүгірейін деген, бірақ та стюардесса отыр деген. Мен тыңдадым. Bir кезде біз құла бастадық. Көп адам шыңғырып, жылап, ал кейбіреу зиярат ету бастаған. Біз тез жерге құла бастадық. Көбісі шошып табу бастаған. Біз әрең дегенде тоқтадық. Барлығын шығару бастаған. Мен әкемді іздеу бастағанмын. Бірақ та көп адамнан кейін әкемді көре алмадым. Шыққаннан кейін мен түсіндім, біз өрісте болдық. Ұшақ ақырындап жану бастады. Біз сол ұшақтан кетіп қалдық. Содан кейін мен әкемді көрдім. Әкеме ештеңе болмады. Бірнеше сағаттан кейін өрт сөндірушілер келді де өртті сөндіру бастаған. Ұшақ өзінен өзі сыну бастаған деген. Содан кейін өрт жану бастады. Менің әкем ұшақта отырғысы келген. Өйткені ұшақта мен отырғанмын. Осыдан кейін мен ұшақтан қорықпадым. Мен өскенде ұшақтарды сынбасын деп қарағым келген.